Серікбай қария бір ғана ауылдың емес, бүкіл сыр бойының рухани байлығы. Шежіреге толы жүрегінен тамған әрбір жыр жолы туған жерге деген шексіз махаббаттан, өмірге деген философиялық көзқарастан, елдік пен ерлікті жырлаған сырлы сөзден тұрады. Өлең көңілдің көркем шежіресі дейді ол. Осы ұстаныммен ол әрбір жазбасына жаны салып, кейінгі жас ақындарға ізгілік пен тазалыққа толы мұра қалдыруда. Біз де жас болдық, мектеп қабырғасына бардық. Кішкентай кезімізде пионер газет деген газет болатын. Соған аздап мақала жаздым. Сосын гүлге құмар болдым, гүлдің суретін салдым. Соның аяғы осыған әкеп ұласты. Қазір шүкір, мынау қаламынан тамған сыр деген бір шағын жинақ шығып жатыр. Аллаға риза. Оның ішінде айта кету керек, осы Гүлайна деген Нартай қызы директор бар. Осының демеулігімен қарындасым ғой. Сол кісінің еңбегімен жасалып жатыр. Ата-анама, сосын табиғатқа, көлдер-ай, шөлдеген көлдер-ай деген. Сосын енді ауыл көркі, негіз ауыл жөнінде жаздым да көбісін. Абзал Ералиев деген жігіт бар ғой. Бұл да белгілі біздің Қызылорданың жігіті ғой. Соған жастардың атынан өлең жаздым. Абзал аға деп. Ол да кітаптың ішінде бар. Ақынның өлеңге деген терең сүйіспеншілігі өмірдің ауыр сәттерінен бастау алды. Ұлы Дәуренбектің қазасы мен жары Зафураның өмірден өтуі жүрекке жазылмас жара салып, осы мұң мен сағыныш ақынның жырларына шексіз шабыт болып құйылды. Жас кезімде ана үйленбей тұрғанда жазған өлеңдер бар. Солардың бәрі кітапқа кіріп тұр. Сосын енді 1,5 жыл болды бүгін кемпірім жолдасым қайтыс болған. Сонан кейін сол кісіге бір арнаулар жаздым. Отыратын едің ақылмен ұл қыздарды келінді жақсы жолға бағыттап. Барасың енді мінекей бізден жаным алыстап. Рухың жүр ғой төбемде бізді қимай қалықтап. Әруағың риза болсын деп отырмын енді қарашы өзіңе құран бағыштап. Өнермен қатар Серікбай қария ел шаруасына да белсене араласқан азамат. Ол қойма меңгерушісі, мал шаруашылығында кеңесші, ауылдық кеңесте хатшы қызметтерін абыроймен атқарды. Қай салада жүрсе де адалдығы мен еңбекқорлығымен көзге түсті. Ал бос уақытында бау-бақшамен алысып, ауласын гүлге бөлеп, айналасына көркемдік пен сән беруді ұнатады. Көбіне мен кетпенмен жұмыс істеймін, үйдің маңын көрсең, риза боласың. Марттың 1-нен көктем басталама, сонан бастап гүлге беремін. Үйдің қасы сырт адам келген кезде риза болу керек. Шара барысында ақын өлеңдерін нақышына келтіре оқып, жыр сүйер қауымның ыстық ықыласына бөленді. Сіздерге арналады бұл тілегім, сөз емес айта салған көрінгеннің. Жұмсасақ еш жұмысқа ерінбедің, еңбегі еселенбес ерінгеннің. Жас ұлғайып кәрілікте келіп қалды, көрмейік жамандығын келіндердің. Денеңнің сәл қуызы көтерілсе, укол салдың бердіңіздер түр-түрін дәрілердің. Уақыт бөлдің, қабақ ішті ерінбедің. Тфай-тфай тіл көзден аман болғай, аяуылда құрметті келіндердің. Шара барысында ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Нұрмағамбет Құдайбергенов кеш иесінің өнерге деген шексіз сүйіспеншілігін ерекше атап өтті. Ол ақынның жастайынан бойына біткен өнерге деген ынтызарлығын, саналы ғұмырын өлең мен күйге арнаған тебіріне жеткізді. Әсіресе күй өнеріндегі шеберлігін тілге тиек етіп, ауыл намысын арқалап, сыр өңірінде Амангелді атын танытқанын мақтанышпен айтты. Тұяқбаев Серікбай Бәйетұлын жастайымнан білемін. Тұяқбаев Серікбай менің Құдайберген Досмағамбет деген ағаммен кластас болды. Бұл кісіге мен етене жақын болдым киттайымнан. Бұл кісі сол оқып жүрген кезінде атақты күйші тұғын үйге келіп менің Досмағамбет ағама домбыра үйрететін. Осы Сырдария ауданында, осы Амангелді көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, ол кісі домбырадан оркестр құрып, кейіннен сол 74-75 жылы Сырдария ауданында Сырдария деген ансамбль құрылды. Сөйтіп біз 74-75 жыл облыстық көркемөнерпаздар үйірмесінің жарысына қатысып, біздің аудан 1-ші орын алды. Жастайынан өнерге жақын кісі, енді осындай 82 жасқа келіп, өлең жазып, кітап шығарып, үлкен бұл карамат. Осындай біз ардагерлерімізбен қуанамыз. Қаяқта жақсы іс-шаралар болса өзіммен бірге алып барамын. Жаңа 8 қырлы бір сырлы деймі, сондай өнерге жақын жан. Сыр бойының серкесі атанған жыр әлемнің заңғар ақыны Серік Ыдырысов кеш иесін арнайы құттықтап келді. Қарияға деген ілтипатын өлеңмен өріп, өз арнауын оқыды. Ал сүйінші сыр еді, Ақтүйенің қарны жарылды. Амангелді елді мекенінен 82 жасар ақын табылды. Өмір туралы кітап жазылды. Сөйтіп сыйлап шақырып жатыр бәріңді. Серікбай Тұяқбаев деген ағамыз
82 жасында қаламынан тамған сыр атты кітап шығарды. 82 жылдық ғұмырының ғажайып сәттерін өлең қылып өрді. Өзі біраз өмірді көрді. Барлығын ұрпақтарға аманат етіп берді. Бұл кітап ертең таң қалдырады елді деп сенемін. Аллаға сыйынып, халыққа еңбек еткен нағыз ауылдың еңбек адамы 82 жасында қолына қалам алып кітап шығару деген ол Алланың бір үлкен нығметі. Жас ақын талабың таудай тасатын, саған келіп тұрған Серік Ыдырысов деген бас ақын 82 жас ақын мәңгі бақи жасасын. Бүгінде Серікбай қария үлкен әулеттің ақылгөй атасы. 12 баласынан тараған 33 немере мен 15 шөберенің қызығына бөленіп отырған бақытты жан. Төребек пен Жандос есімді ұлдары облыс көлемінде танымал асабалар қатарында. Бұл да әке жолын жалғаған өнерге адалдығының көрінісі. Өзім домбыраға жақын болдым жасымнан. Бірақ домбыраны кеше үйлендік те тіршілікке араласып кеттік. Домбыра сәл былай қалды, уақытында Крайда болдым, Алматыға жолдама алдым. Барлығында жақсы болдым. Кейіннен домбырамен қоштастым. Домбыра досыма деген ішінде кітаптың өлең бар. Енді бір күйеуімнің риза болатыны 2 балам. Қазір облысқа белгілі асаба. Төребек, Жандос деген. Осы Жандос мәдени үйінде қызмет жасайды. Төребек қалада тұрады. Сонымен көңілім риза, ешқандай өкпем жоқ. Өнерді балдар жалға батырар. Кеш барысында ақынның отбасы мүшелері де ерекше белсенділік танытты. Әсіресе немерелері сахна төріне шығып, аталарының өлеңдерін жатқа оқса, балаларының әкелеріне арнаған өлеңдері тыңдарман жүрегіне жетіп, көзге жас үйірді. Қарындасым дүниеден озып кетті, қалған балалары бар, Құдайға шүкір, немере шөберелері бар. Осы немере шөберелерінің қызықшылығын көре берсін, Серікбай жасына жас қоса берсін, дені сау болсын, ойда жүрген, қырда жүрген балалары бақытты болсын, қосақтарымен қоса қарсын, келіндерімнің қазаны оттан түспесін, ауыздарынан ақтары кетпесін. Кеш соңында ауыл әкімі Зейнұр Жаманқұлов ардагер ақынға ауыл мәдениетіне қосқан өлшеусіз үлесі үшін алғыс білдіріп, иығына шапан жапты. Ол жазды Сабыржан Қаратаев, Дархан Көлдиев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Сырдария ауданынан.